Баршаңызға сәлеметсіздер ме? Бүгін шарлотка бәлішін дайындайтын боламыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарамыз. Миксермен миксерлейтін боламыз. 200 грамм қантымызды 3 бөлікке бөліп, осылай салып миксерлейміз. Шамамен 5 минуттай миксерлейміз. Біздің массамыз 2 есе үлкейгенше және де әппақ көбік болғанша осылай миксерлей береміз. Үстіне 80 грамм сұйық май қосамыз. Дайын болған массамыздың үстіне 200 грамм ұнымызды қопсытқышпенен саламыз. Осылай 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп, ұнымызды қосамыз. Жоғарыдан төменге қарай араластырамыз. Дайын болған массамызға алмамызды саламыз. 16 диаметрлік формамызға құйып, бетіне осылай шпажканың көмегіменен айналдырып шығамыз. Үстіне алмамызды қойып шығамыз. «180 градус пеште 30 минутқа пісіріп аламыз». Осындай әдемі болып шығады. Өте нәзік әрі ылғалды, дәмді бәліш. Кез келген қызықшылығыңызда қолдануға болады. Сіздермен бірге Ақнұр Ерғалиқызы, баршаңызға ас болсын.